Бірінші кеңес. Сүйікті сериалды өшіру. Бәлкім, Рамазан айының басында көгілдір экраннан бас тартуды жоспарлаған боларсыз. Егер ол жоспарыңызда болмаса, онда Рамазан айының соңғы күндері теледидар пультін алыстау жерге қойып қоюдың ең тиімді сәті. Екінші кеңес. Ғаламторды да өшіру. Қасиетті айдың 21 күні келгенше, бар уақытымызды ғаламтор парақшаларында өткізген дұрыс емес. Егер ғаламтордан бас тарта алмайтын болсаңыз, модеміңіз, тіпті ұялы телефоныңыз да пульттің жанынан орын тепсін. Үшінші кеңес. Бас қосуларды қысқарту. Рамазан айының соңғы күндері оңашаланған дұрыс. Таңнан кешке дейін мешітте отырып, құлшылық жасауға әркімнің жағдайы келе бермес. Алайда бос сөзден, жанжалдан, ауызашардан басталып, бірнеше сағатқа созылатын кездесу, бас қосулардан тыйылу керекпіз. Төртінші кеңес. Құлшылықты арттыру. Барынша құлшылық жасап, Алладан шын жүректен кешірім сұраған абзал. Бесінші кеңес. Үй шаруасын жеңілдету. Бұрын жасалатын тазалау жұмыстарын бұл күндерге тіреп қоймаңыз. Егер уақытында жинап үлгермеген болсаңыз, айт күнінің алдында үйді тазалап, мерекелік әшекейлер іліп қойыңыз. Алтыншы кеңес. Дүкенде кезекте тұрмау. Жақындарымызға сыйлық аламын деп, ұзақ сонар дүкеннің кезегінде тұрудың қажеті жоқ. Ораза айты бұл әдемі сыйлық беруден жарыс күні емес. Жетінші кеңес. Ысырап жасаудан бас тарту. Айт күніне 2-3 күн қалғанда азық-түлік тізімін жасауды бастаймыз. Бұл әрине жақсы, дегенмен ең бастысы аспаздық шабытымыз шегінен шығып кетпесін. 8-ші кеңес. Кешірім сұрау. Рамазан бойы кешірім сұрау керек. Туған туыспен қатынасты жақсарту керек. Барлық жаннан және де Алла тағаладан кешірім сұрау керек. Өзіңіз де кешірімді болыңыз. 9-ші кеңес. Мақсаттарды жүзеге асыру. Рамазан айының басында мақсат қойдыңыз. Құран оқуды бастау, нәпіл намаздар оқу, ата-анаға хабарласу. Осы мақсаттарға жетуге Рамазанның соңғы күндерінде мүмкіндік бар. 10-ші кеңес. Дұға тілеу. Ең соңғы күнге дейін, сағат, тіпті минутқа дейін Алла тағаладан жүрегімізді мазалаған уайымнан жеңілдет деп, өзіне апара жолды көрсетуін, күнәмізді кешіріп, жақындарымызды жәннатпен сүйіншілеуін сұрау керек. Алла тағала келесі Рамазанға аман есен жетуімізді нәсіп етсін. Әмин.